Сәлем етіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 189-шы бетіндегі 553-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын, сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Қанеке бастайық. Бос орындарды толтырып, қосындыны табыңдар. Балалар, бізге бөлшектер берілген екен. Осы бөлшектердің кейбіреуінің бөлімі, кейбіреуінің алымы, ал кейбіреуінің бөліктері, яғни бүтін бөліктері белгісіз екен. Біз сол бос орындарды толтыра отырып, қосындының мәнін табуымыз керек. Ендеше біріншісінен бастайық. Бірінші дейміз, берілгенін жазып алайын. 3 бүтін. Бұл аралас санның бізде бөлшек бөлігіндегі бөлімі белгісіз екен. Оны бос қалдырайық, қосылған. 1 дейміз. 1 бүтін, оннан алымы белгісіз екен, тең болады. Қосындының мәніндегі бүтін бөлік белгісіз екен. Бөлімі 30, алымында 2, қосылған 3 дейді. Енді біз бос орындарды толтыруымыз керек. Балалар, қараңдаршы, 2 аралас санның қосындысында шыққан мәнде бөлімі 30 болып тұр. Демек, онымен бір санның ең кіші ортақ бөлімі 30 екен. Ол қандай сан болады екен, ойланып көрейік. Ол 3 болуы мүмкін, немесе 15 болуы мүмкін. Егер біз бірінші аралас санның бөліміне 3-ті қоятын болсақ, онда біздің аралас санымыздың бөлшек бөлігін 10-ға көбейту керек болады. Сонда біздің алымымыз да 10-ға көбейтіледі. Ендеше теңдіктің оң жағындағы аралас санның алымында 10 деген сан болу керек еді. Бірақ ондай сан жоқ. Ендеше біз бөлшектің бөліміне 3-ті қоймайды екенбіз. Ал енді 15-ті қойып көрейік. 15. Егер 15-ті қоятын болсақ, онда біз бөлшегімізді 2-ге көбейту керек боламыз. Бөлшектің алымы мен бөлімін 2-ге көбейтсек, алымында 2, бөлімінде 30 болады. 1-ді 2-ге көбейтсек 2, ол теңдіктің оң жағындағы біздегі алымында да бар екен 2 деп. Ендеше бөлшектің бөлімі 15 болу керек. Енді біз теңдіктің оң жағындағы біздің қосындымыздың мәні жазылған аралас санның бүтін бөлігін тауып алайық. Бұл бүтін бөлік бізде 2 аралас санның бүтін бөліктерінің қосындысына тең. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Демек, мұнда 4 дейміз, мұнда 15 дейміз. Енді екінші аралас санның бізге алымын табу керек. Бізде теңдіктің оң жағындағы аралас санның алымындағы екінші қосылғыш 3 болып тұр екен. Біз екінші аралас санымызды бірінші аралас санмен ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін 3-ке көбейтуімізге тура келеді. Бірінші аралас санды 2-ге көбейтеміз. Енді ойланамыз, қандай санды 3-ке көбейткен кезде 3 болады? Дұрыс айтасыңдар. 1-ді, демек 1-ді 3-ке көбейтсек 3 болады. Міне сондықтан да бізде теңдіктің оң жағындағы бөлшектің алымында екінші қосылғышымыз 3 болып тұр екен. Енді қосындының мәнін табайық. 4 бүтін 30-дан 2 қосылған 3 болды. Қанеке, өзіміз 2 аралас санды қосып көрейік басынан бастап. 3 бүтін 15-тен 1, айтпақшы, мұнда мен 1 деп жазуды ұмытпайын. Қосылған 1 бүтін 10-нан 1 тең болады. 15 пен 10-ның ең кіші ортақ бөлімі 30. Ендеше бірінші аралас санның бөлшек бөлігіне 2-ден, екінші аралас санның бөлшек бөлігіне 3-тен көбейтемін. Сонда 3 бүтін 15 көбейтілген 2 дейміз, 1 көбейтілген 2 дейміз. Қосылған 1 бүтін 10 көбейтілген 3 алымында 1 көбейтілген 3 болады. Тең дейміз. Сонда 3 бүтін 15-ті 2-ге көбейтсек 30, 1-ді 2-ге көбейтсек 2, қосылған 1 бүтін 10-ды 3-ге көбейтсек 30, 1-ді 3-ге көбейтсек 3 болады. 3-ті 1-ге қоссақ 4, бөлімінде 30, алымында 2 қосылған 3. Мінеки бізге есептің шартында берілген теңдіктің оң жағындағы аралас сан мен 1 болды. Енді 4 бүтін бөлімінде 30, алымында 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. Тең дейміз. Енді осы аралас санның алымы мен бөліміндегі бөлшектерді балалар, яғни сандарды 1-дей 5-ке бөліп тастасақ болады.
5-ті 5-ке бөлсек 1, 30-ді 5-ке бөлсек 6 болады. 4,6-дан 1 екен. Мінеки бірінші қосындымыздағы бос орындарға тиісті сандарды қоя отырып, қосындының мәнін таптық. 4,6-дан 1-ге тең болды. Енді келесі екінші. Екінші дейміз. Алдымен берілгенін жазып алайын. 1,25-тен алымы белгісіз екен. Қосылған 7 бүтін бөлімі белгісіз, алымында 1 тең болады. Бүтін бөлігі белгісіз 75-тен 9 қосылған 5 дейді. Алдымен балалар теңдіктің оң жағындағы аралас санның бүтін бөлігін есептеп алайық. Бұл аралас санның бүтін бөлігі бізде бірінші аралас сан мен екінші аралас санның бүтін бөліктерінің қосындысына тең. 1-ге 7-ні қоссақ 8 болады. Демек бұнда 8 деп жазамыз. Енді бізге бірінші аралас санның алымы мен екінші аралас санның бөлімін табу керек. Енді балалар ойланайық, 25 пен қандай санның ең кіші ортақ бөлімі 75 болады. Ол 15 саны екен. Демек бұнда 15 деп жазып қояйық. 15 пен 25-тің ең кіші ортақ бөлімі 75 болады. 7,15-тен 1-дің бөлімі 75 болуы үшін осы аралас санның бөлшек бөлігін 5-ке көбейтуіміз керек болады. Ал бірінші аралас санның бөлімі 75 болу үшін осы аралас санның бөлшек бөлімін біз 3-ке көбейтуіміз болады. Енді ойланайық, қандай санды 3-ке көбейткен кезде 9 болады екен. Себебі теңдіктің оң жағындағы аралас санның алымында тұрған бірінші қосылғыш 9-ға тең. Енді ойланайық, қандай санды 3-ке көбейтсек 9 болады. Дұрыс айтасыңдар, 3-ті. Демек, мұнда 3 деп жазамыз. Мінеки, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Енді аралас сандарымызды өзіміз қосып, қосындының мәнін табайық. Кәнеке 1,25-тен 3 қосылған 7,15-тен 1 тең болады. 25 пен 15-тің ең кіші ортақ бөлімі 75. Сондықтан бірінші аралас санға 3 деген толықтауыш көбейткішті, екінші аралас санға 5 деген толықтауыш көбейткішті көбейтемін. Сонда 1,25 көбейтілген 3 дейміз. Алымында 3 көбейтілген 3 дейміз. Қосылған 7 бүтін бөлімінде 15 көбейтілген 5 дейміз. Алымында 1 көбейтілген 5 дейміз. Тең болады. Тең дейміз. 1,25-ті 3-ке көбейтсек 75, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Қосылған 7,15-ті 3-ке көбейтсек 75, 1-ді 5-ке көбейтсек 5 болады. Енді қосамыз. Бірінші бүтін бөліктеріне бүтін бөлігін қосамыз. 1-ге 7-ні қоссам 8. Енді бөлімі 75, алымында 9 қосылған 5. 9-ға 5-ті қоссақ 14. 8,75-тен 14 болды. Мінекей, екінші қосындымыздың да мәнін таптық. Енді келесі үшінші. Үшінші, берілгенін жазып алайын. 2 бүтін бөлімі белгісіз екен. Алымында 9 қосылған. Келесі аралас санның бізде бүтін бөлігі белгісіз екен. Бөлімінде 12, алымында 1 дейді. Тең болады. Теңдіктің оң жағындағы аралас санның бүтін бөлігі 6-ға, бөлімі 48-ге, алымы 27 қосылған. Келесі қосылғышы белгісіз екен. Енді біз осы бос орындарды толтыруымыз керек. Бірінші балалар, біз екінші аралас санның бүтін бөлігін табудан бастайық. 2 қосылған екінші аралас санның бүтін бөлігі 6-ға тең екен. Енді ойланамыз, қандай санды 2-ге қоссақ 6 болады. Әрине, 4-ті қоссақ 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. Демек, мұнда 4 деп жазып қояйын. Енді бізге бірінші аралас санның бөлімін табу керек. Осы бірінші аралас санның бөлімі мен екінші аралас санның бөлімі 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 48-ге тең болған екен. Енді ойланайық, қандай санның ең кіші ортақ бөлімі 12 мен қосқанда 48 болады? Дұрыс айтасыңдар, 16. Мінеке 16. 16 мен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 48. Енді аралас санымыздарымыздың толықтауыш көбейткіштерін табу арқылы теңдіктің оң жағында орналасқан аралас санның алымындағы екінші қосылғышты табамыз.
Бірінші аралас санның бөлімі 48 болу үшін мен оны 3-ке көбейтемін, ал екінші аралас санның бөлімі 48 болу үшін оны 4-ке көбейтемін. Демек 1-ді 4-ке көбейтсек 4, мұнда 4 деп жазамыз. 4, ал мұнда 16. Мінеки, енді аралас санымызды біз өзіміз есептейік. 2 бүтін 16-дан 9 қосылған 4 бүтін 12-ден 1 болды. 16 мен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 48. Сондықтан бірінші аралас санға 3, екінші аралас санға 4 деген толықтауыш көбейткіштерді көбейтемін. 2 бүтін 16 көбейтілген 3, 9 көбейтілген 3 қосылған 4 бүтін 12 көбейтілген 4, 1 көбейтілген 4 дейміз. Тең болады. 2 бүтін 16-ны 3-ке көбейтсек 48, 9-ды 3-ке көбейтсек 27, қосылған 4 бүтін 12-ні 4-ке көбейтсек 48, 1-ді 4-ке көбейтсек 4 болады. Тең дейміз. 2-ні 4-ке қоссақ 6, 48 бөлімінде жазылады. 27 қосылған 4 тең болады. 27-ге 4-ті қоссақ 31, 6 бүтін 48-ден 31. Мінеки, үшінші қосындымыздың да мәнін таптық. Енді келесі төртінші дейміз. Берілгенін жазып алайын. 3 бүтін бөлімі белгісіз екен. Алымында 1 қосылған. Келесі аралас санның бүтін бөлігі белгісіз екен. Бөлімінде 15, алымында 2 тең болады. 7 бүтін 60-тан 5 қосылған. Екінші қосылғыш белгісіз. Енді балалар бірінші, екінші аралас санның бүтін бөлігін тауып алайық. 3 пен 1 санның қосындысы 7 болып тұр. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады. Сондықтан да екінші аралас санның бүтін бөлігін 4 деп аламын. Енді 15 пен 1 санның ең кіші ортақ бөлімі 60 екен. Енді ойланайық. 15 пен қай санның ең кіші ортақ бөлімі 60 болушы еді? Дұрыс айтасыңдар. 12-нің, демек мұнда 12 дейміз. Енді екі аралас санның толықтауыш көбейткіштерін табу арқылы біздің теңдіктің оң жағында тұрған аралас санның алымындағы екінші қосылғышты табамыз. Бірінші аралас санды бөлімі 60 қылу үшін мен 5-ке көбейтемін, ал екінші аралас санды 4-ке көбейтемін. Енді 2-ні 4-ке көбейтсек 8, демек мұнда 8 деп жазамыз. Мұнда 12, мұнда 8. Енді біз өзіміз аралас сандарымызды қосайық. 3 бүтін 12-ден 1 қосылған 4 бүтін 15-ден 2. 12 мен 15-тің ең кіші ортақ бөлімі 60. Ендеше бірінші аралас санға 5-тен, екінші аралас санға 4-тен беремін. Енді көбейтеміз. 3 бүтін 12 көбейтілген 5, алымында 1 көбейтілген 5 қосылған 4 бүтін, алымында 2 көбейтілген 4 бөлімінде 15 көбейтілген 4 болады. Тең дейміз. 3 бүтін 12-ні 5-ке көбейтсек 60, 1-ді 5-ке көбейтсек 5 болады. Қосылған 4 бүтін 15-ті 4-ке көбейтсек 60, 2-ні 4-ке көбейтсек 8. Енді 3-ті 4-ке қоссақ 7 бөлімінде 60, алымында 5 қосылған 8. Бізге берілген есептің дәл оң жағындағы аралас санмен бірдей болды. Енді қосамыз. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 7 бүтін 60-тан 13 екен. Мінеки балалар, бізге берілген барлық қосындылардың мәнін таптық. Ол үшін алдымен бос орындарды тиісті сандармен толтырдық. Жарайсыңдар, осымен біздің 189-шы беттегі 553-ші тапсырмамыз аяқталды балалар.